Всем привет, менің есімім Майжан. Мен Инстаграм жүргіземін, ютубты жүргіземін және өзімнің блогымда маған көмектескен пайдалы ақпараттармен бөлісемін, эксперттерге запись жасауға көмектесемін. Және бүгінгі видеода Gallup тесті туралы айтқым келеді. Оны мен дайындап қойдым өзімнің дәптеріме. Gallup тесті дегеніміз не, оны не үшін тапсыру керек, разбор алған дұрыс па, яғни результат алғаннан кейін разбор алған дұрыс па, және үшіншісі, сол қалай таланттар өмірде көрінеді, менің тестіме разбор жасағым келеді, потому что мен өзім не так разборда алдым, өте көп YouTube подкаст көрдім, Apple подкасттан тоже менің таланттарыма разборларды көргенмін, естігенмін, және менің сіздерге бөлісетінім бар деп ойлаймын. Ең бірінші біз ұғып алатын нәрсе Gallup тест дегеніміз не? Gallup тест дегеніміз тест талантов деп аталады, яғни сіздің бойыңыздағы от природы берілген, және де осы өміріңізде белгілі бір ситуациялардан қалыптасқан, белгілі бір сенімдерден қалыптасқан сіздің личностіңізді құрайтын таланттарды анықтап береді. Ол жерде 1-ден 34-ке дейін. Яғни номер 1 деген сіздің ойыңызда ең прям қатты выраженный талантыңызды көрсетеді. 34 қатты выраженный емес деген білдіреді. Ең бірінші топ-10 сіздің прям қатты выраженный болып саналады. Қалғандары тоже сіздің бойыңызда бар, ол слабые стороны емес, яғни сізде өте қатты білінбейтін, көрсетпейтін, өміріңізде қолданбайтын да болуы мүмкін. Бірақ тоже көп адамдан естідім, сізде даже топ-10-те, топ-5-те сол таланттарыңыз тұрса да, бірақ оны өміріңізде дұрыс қолданбауыңыз мүмкін, либо тек қана минусын да қолдануыңыз мүмкін деген сияқты. Вообще Gallup-ты жасаған Клифтон деген кісі екен, и соны қаншама уақытын кетірген. Тесттің логикасы неде? Мысалы, психологтар что с людьми не так дегенді зерттейді, яғни олардың қандай травмалары бар, біздің қандай травмамыз бар, біздің өмірімізге ол қалай әсер етеді деген сияқты. Ал Клифтон ойланған екен, успешный адамдарға не көмектесіп жатыр, оның қандай таланттары успехқа көмектесіп жатыр деп, осы 34 талантты ойлап тапқан екен. Ойлап тапқан емес, вообще адамдардан опрос алып, соны іздеп, вообще бір структураға енгізген. Солай 200 утверждение береді. Мен тапсырған едім ноябрьде. Осы 2024 ноябрьде тапсырған. Вообще оны тапсырған историямда қызық. Қазір айтып беремін. Бірінші түсініп алайық. Осы Gallup тесті, ол тест талантов, тест личности деп те айтады. 34 талантты анықтап береді. Оның топ-10-ті сіздің прям бойыңызда ярко выраженный, қалғандары қатты выраженный емес, бірақ сіздің бойыңызда тоже бар болып есептеледі. Осы тесттің тағы бір логикасы, осы сіздің жақсы жақтарыңызға, сильный стороныңызға қарап отырып, өміріңізді, жұмысыңызды осы қолдану. Осы Gallup-ты не үшін тапсыру керек? Ол өзіңді тану үшін деп айтқым келеді, потому что өзін таныған адам, өзін жақсы білетін адам, күшті жұмыс жасайды, күшті адамдармен қарым-қатынас құрады, потому что мысалы, сен қатты ашуланғыш, сондай вспыльчивый адам болсаң, сен оны білуің керексің. Мен сондаймын, потому что көп адамдар байқамай жатады да, мен байқамай істей қойдым деген сияқты. Соны байқап үйренсең, может, сен өміріңнің отношение емес, оны жұмыста көрсетуің керек шығар. Солай сен өзіңнің сильный стороныңды, өзіңнің бір қасиеттеріңді басқа бір жерлерге қолдану арқылы жетістікке жете алатын шығарсың. Может, сен басқа жақта, басқа руслода сен оны қолданып жүрген шығарсың, соны түсіну. Сондықтан осы тестті тапсыруға мен кеңес беремін. Мен вообще оны универ бітіргеннен кейін 2021-де естіп бастаған, осындай YouTube подкасттардан көріп, YouTube'дағы адамдардың, успешный адамдардың айтуынан көргенмін, бірақ сол кезде қатты тапсырғым келді, бірақ тапсырмай жүре бердім, соны созып деген сияқты. Білмеймін неге. 2024 ноябрьде мен интенсивке барғанмын, 2 күндік обучение за рубежом деген. Сол кезде мен IELTS-қа дайындалып жүрдім, Италияға оқуға түсемін, магистратураға деп ойланып жүрдім да. И сол жерде менің көзімді ашты, прям Италия емес, сен үлкен армандай аласың, сен США-ға түсе аласың, сенің данныйларың, мен Айжан, вообще США-да оқуға болады деген сияқты, сондай маған бір басқа әлемді көрсеткен сияқты болды. И бір кейсті айтты. Біздің осындай студентіміз болды, и ол болашаққа тапсырып жатыр екен да, болашақ стипендиясын алуға. Ол кезде тест тапсырады екен, аналитикалық ойлау деген сияқты. И математикалық бірдеңелер шешуің керексің. И ол балдан аз алып қалғанда, бірақ интервьюға барған кезде ол айтқан екен. Негізі мен ол кезде белгілі бір қателіктер жібердім, бірақ менің Gallup-ымда аналитикал деген топ 5-тің ішінде тұр. Сондықтан мен сондай адамын деген сияқты.
өзін солай жюрилерге таныстырған и сол этаптан өтіп кеткен екен и стипендияны алған. Содан кейін мен түсіндім то, что мен өмірімнің бір жерінде қолданамын, осы тестті точно тапсыруым керек. И так сен бұрыннан тапсырғың келіп жүрді ғой, өзіңді танығың келеді, сондай жолда жүрсің ғой, давай тапсырамыз деп, прям сол күні решение қабылдап, сол моментте кешке үйге келіп, сол тестті тапсырған болатынмын. И менде результаттарына ешқандай менде ожидание болған жоқ, потому что көп подругаларымнан естимін, маған осы шығады деп айтқан, бірақ менде ол шыққан жоқ деген сияқты. Менде ешқандай ожидание болған жоқ. Мен өзімнің результатымды алып алдым. Қазір сіздерге айтып беремін. Солай қорытындылап алайық. Бұны не үшін тапсыру керек? Өзіңізді тану үшін. Сіз өзіңіздің жұмысыңызда, өміріңізде, қарым-қатынаста, да, адамдармен қарым-қатынаста, ата-анаңмен, досыңмен, қарым-қатынаста, басқа жаңа ортамен қарым-қатынаста сен осы таланттарыңды қолдана аласың, либо түсініп кетесің. Я, мен осы таланттарымды қолданып жүр екенмін ғой, осыдан кейін осы болған екен ғой деген сияқты. Потому что менде сондай осознание пайда болды. Және үшіншісі, разбор алған дұрыс па? Мен өзім разбор алдым, где-то бір 30 000 теңге. 30 000 теңге болды. И маған прям күшті өтті, маған разбор ұнады деп айта алмаймын, бірақ мен бір нәрсені түсініп кеттім. Сіз осы комбинацияларды қосып, белгілі бір жетістікке жете аласыз деген сияқты маған айтты. И менің бұрынғы опытыммен келтіріп берді, сол жері ғана ұнады. Вообще ойлаймын, разбор алған дұрыс. Неге? Почему бы не попробовать, Саған может, жаңа сізге может күшті ақпарат айтатын шығар. Бірақ мен алғаннан кейін, может, мен дұрыс таңдамадым ба екен, білмеймін, қатты ұнады, прям күшті деп советовать ете алмаймын ол адамды. Бірақ алып көрген дұрыс деп ойлаймын. Разбор жасайтын адамдар көп. Вообще инстаграмда Gallup разбор Gallup деп ағылшынша и разбор деп жазсаңыздар негізі шығады поискта. Және келесісі айтқым келеді, қалай таланттар өмірде көрінеді, вообще оны қалай түсіну керек деген сияқты. Мен өзімнің Gallup-ында қандай таланттар бар екенін сіздерге айтып беремін қазір. Мына жерге өзім жазып алдым. И сосын разбирать етеміз. Может, сізде тоже кездесетін шығар. Вообще примерно мен түсіндім, потому что көп ютубтан интервьюлар көрдім. Осы көп ChatGPT-мен сөйлестім. Мен вообще өмірде, жұмыста, осындай күшті болу үшін, жетістікке жетуім үшін мен қандай таланттарымды қолдануым керек? Вообще мен қандай таланттарымды қолданып жүрмін деген сияқты ше. Соларды зерттегеннен кейін точно менің айтатыным бар деген шешімге келіп, осы YouTube видеоны түсіріп отырған жайым бар. Менде топ-1 ол significance деген талант шықты, ол значимость деп аталады. И мен өмірімде, шынымен де дұрыс, бұл мен туралы деген шешімге келдім. Неге? Потому что осы значимость деген адамдар ол өзінің осы әлемде бір несін следін қалдырғысы келеді, осы әлемге влияние жасағысы келеді, осы адамдарға сөзін өткізгісі келеді, өзінің значимый екенін сезінгісі келетін адамдар осындай значимость деген нелер бар, таланттары. И менде шынымен де неге мен блог жүргіземін? Неге маған осындай адамдардан обратная связь алған ұнайды? Соны мотивациялы аламын. Прям сіздер маған прям жазсаңыздар, вот Айжан, сенің видеоларың пайдалы болып жатыр, мен осыдан кейін осылай өзгердім деп маған жазады. Реально мен оған өте қуаныштымын, прям маған мотивация береді. Осыдан кейін все, мен алдыға қарай кетемін ғой. Ештеңені көрмеймін, алдыға қарай кетемін. Все, мен тағы да 2 видео түсіріп салуым керек, мен тағы да 2 рилс түсіріп салуым керек, мен осындай нәрселерді айтуым керек деген сияқты. Маған бір вдохновение береді, мотивация береді. Может, басқа адамдарға ол бермейтін шығар, бірақ маған береді. Осы бір таланттың тағы бір көрінісі, ол смысл көре алу. Мысалы, бір нәрседен смысл көрмесе, істемейді ондай адамдар. Мен сондаймын, бір нәрседен бір смысл көрмесем, оның бір мағынасы болмаса, мен всегда оның мағынасы не деп іздеп отырамын. Мысалы, мына жұмысты істеудің, мысалы, ютубты түсірудің қандай мағынасы бар маған? Мен бірінші соны ойлаймын. Қандай мағынасы бар? Мен пайдалы боламын, мен адамдарға осындай өзімнің опытыммен бөлісе аламын деген сияқты маған смыслдар керек, чтобы делать это. Осы нәрсені жасауым үшін, мысалы, кейбір адамдар просто смысл жоқ, жасап кетіп, давай мен кеттім деген сияқты болуы мүмкін, бірақ маған осы нәрсе важно, прям мен смыслын біліп, оны жасауым керекпін, Басқа адамдарға осыны сен жаса, осылай істе десе, жасап кетуі де мүмкін. Бірақ ол адамның басқа бір таланттары қосылып жатқан шығар деген сияқты ғой. Вообще significance деген талантын тағы да жаңа айтып кеткендей, таланттардың плюс та бар, минус та бар, оны қалай өзіңнің өміріне қолданасың, ол саған байланысты деген сияқты,
солай significance дегеннің минусы да бар екен, ол адамдардың мнениесіне тәуелді болу деген сияқты сондай минустар бар екен. Соларды да өзіңіздің талантыңыз шыққан кезде минусын да біліп жүргеніңіз дұрыс. Екіншісі, менде фокус деген шықты. Яғни фокус деген бір задачаға отырып, фокусыңды бөліп до конца жасау. Менде негізі ол да бар, потому что менде бұрынғы опыт мен айтып көрсетті деп айттым ғой. Мысалы, мен 11-ші класста біз 2017 жылы тапсырған кезде 2 пән қосылып, тағы бір пәнді тапсырасыңдар деп, мен дүниежүзі тарихынан бүкіл кітапты оқып шыққан болатынмын. Фокусымды қойып, 2 айдың ішінде бүкіл кітапты прям тапжылмай отырып, үйде оны зерттеп, оқып шығып, до конца бітірген болатынмын. Солай менің осы фокус деген талантым маған көмегін берді деп ойлаймын. Бірақ оның минус жағы, то что бір нәрсе көңіл бөліп кетсең, басқа сфераң прям құлдырап жатуы мүмкін да. Мысалы, көп жұмысқа кіріп кетсем, отбасыма хабарласпай деген сияқты сондай моменттер болуы мүмкін. Үшіншісі, менде максимайзер деген талант, яғни барлық нәрсені максимально жасау керек, перфекционист адамдар деген сияқты. Бірақ менде қатты білмеймін, оны пока мен түсінбедім. Может, білінетін шығар, потому что мен бәрін идеально жасағым келеді, бәрі идеально болғанын қалаймын деген сияқты. Бірақ менде басқа бір талант бар, мен идеально болсын деп күтіп отырмаймын, ол маған көмектеседі. Қазір 5-шісі ол, қазір айтып беремін. Және 4-шісі, менде релейтер деген талант, ол адамдармен прям терең қарым-қатынас құра алу екен да, потому что мен де түсіндім, мен көп жерде отырған адаммен прям күшті болып, сөйлесіп кете алмаймын. Мысалы, бір ортаға барам, ана жерде 20 адам отырса, мен ең самый молчаливый адам мен боламын ғой, прям деп қарап отырам. Ондай адамдар, обаяниясы жоғары адамдар прям өзіне тартып алады. Мен ондай емес, менде обаяние деген 33-те тұр, яғни ең соңында тұр да. Мен қатты бір стремиться да етпеймін, бірақ маған бір адам ұнаса, мен до конца сөйлесем. Прям доверительный отношение құрамын, олармен сенімді отношение, прям глубокие отношение құра аламын и құрамын да. Менде мысалы достарым сондай. 5-шісі активатор прям өзі актив деп айтып тұр, ол движение адамдары. Мен сондаймын, мен движение, маған бір задача беріліп, миыма бірден түссе, мен соны барып жасап тастаймын, сразу жасап тастаймын. И менде максимайзер, жаңа айттым ғой, идеальность күтпеймін, тез жасап тастаймын, идеально болғанын қалаймын деген сияқты. Тез барып, бір нәрсе айтылса, и маған ол интересно болса, мен жаңағы significance деген бір смысл берсем, оны мен жасамасам, мен вообще өмір сүре алмай қаламын. Мысалы, мен Алматыға келген кезде қалай көрінді? Мен бұрын енді білмеймін ғой, қазір өзімнің сарамнан өткізіп жатырмын да. Мысалы, мен қалай оны өмірде қолданады екенмін. Мен Алматыға келдім 2022 жылы, мен сразу қаланы зерттеп бастадым. Анда бардым, мында бардым, любой ресторан көрсем, сонда бара беремін деген сияқты. Маған интересно, қандай тамақтары қандай екен, адамдар қандай екен, қандай районда орналасқан деген сияқты. Келесі алып турларға барып, осы Алматыдағы Қайыңды деген жерлер бар ғой, солардың бәріне уже барып тастаған болатынмын. Содан кейін түсіндім, менде активаторлық жоғары деген сияқты. И жұмыста да сондай, маған бір задача беріле ма, либо бір задачаны істеу керек бола, мен сразу жұмысқа кірсем. Күтіп отырмаймын ешкімді, сразу жұмысқа кірісіп, бәріне задача беріп, либо маған задача берсе, оны сразу орындап тастап деген сияқты. И ол орындалмаса, мен өз орнымда отыра алмаймын, тықыршып, анау бітпейінше, тез бітіріп тастау керек, давай осыны шешіп тастайық деген сияқты. Бірақ бұның минусы, бір подкастта естідім, то что бір көп қателеседі, ондай адамдар көп қателесіп, өзінің басын тауға да тасқа да ұратын адамдар да. И айтады, что мысалы марафон жүгірейін деп жатса, на старт марш деген кезде, на старт деген кезде активаторлар уже жүгіріп жатады деген сияқты. Және 6-шысы менде competition, конкуренция, яғни бірінші болуым керек, басқа адамдардың күшті болып жатқанын көрсем, мен де сондай болғым келеді деген сияқты. Мен бойымда бар сияқты, бірақ қатты білінбейтін де сияқты. Бірақ минус жағында өзімді басқалармен салыстырасың. Мысалы, менде көп болады, реально мен басқалармен өзімді салыстырып, бір стресске түсіп кететін кездерімде болады. 7-ші responsibility, ол менде жауапкершілік. Яғни, мен жауапкершілігі өте жоғары адаммын деп ойлаймын. Жауапкершілік алсам бір нәрсені до конца оны жасауым керек, өдемде тұруым керек. Әйтпесе ішінде бір құрт жеп атқан сияқты болып сезінемін. 8-шісі футуристик, яғни болашақты көре алу деп айтады. Яғни мына жерде Галлапта мен айтуға ұмытып кеттім, бірақ 4 түске бөлінеді да.
мына жерде фиолетовый фиолетовый түсте жанып тұрған адамдар, олар орындаушы қабілеттері жоғары адамдар. Менде екеуі ғана жанып тұр. Сосын барып оранжевый свет это influencing деп аталады. Ол адамдарға әсер ете алу. Менде 5 свет жанып тұр, солай 5 оранжевый колонкалар жанып тұрады. И өзімнің олар блогерлер, адамдарға әсер ете алатын адамдар деп айтады. Негізі дұрыс салада жүрген сияқтымын. Үшіншісінде ол көк жанып тұрады, синий свет, ол адамдармен relationship building деп аталады, адамдармен қалай қарым-қатынас құру, иә. Ол жерде менде екеуі бар. Потом ең соңғы колонкасында ол жасыл жанып тұрады, strategic thinking деп тұрады, стратегиялық ойлана алу. Ол жерде менде біреу ғана бар. Мысалы, мен қатты күшті ойлана аламын деп айта алмаймын, бірақ мен осы активатор, максимайзер деген қасиеттерім алып кетеді да. И сол жерде менде футуристик деген ғана жанып тұр. Футуристик деген болашақты көре алу, болашақтағы трендтерді көре алу, оны ұстап қалу деген сияқты прям өзінің плюстары бар екен, бірақ минустары бар. Тоғызыншысы connectedness, ол взаимосвязь деп аталады. Яғни ол негізі жақсы адамдар деп естідім, то что барлығы өмірде взаимосвязаны, мысалы жамандық жасасаң жамандық келеді, жақсылық жасасаң жақсылық келеді деген сияқты. Я мен оған сенемін, мысалы всегда осындай жақсылық жасап жүруге тырысамын. Всегда жақсылық жасағым келеді, сондай бір ниетпен бастаймын өзімнің жұмыстарымды. 10-шысы self assurance. Менде self assurance деген өз өзіңе сенімділік, яғни істеп жатқан нәрсеңе, айтып жатқан сөздеріңе сенімділік деген сияқты. И ол менде реально бар деп ойлаймын. И менде мысалы communication деген, коммуникация деген 25-те тұрғанына мен кішкене таңғалып қалғам, қалай мен нормально коммуникация жасаймын ғой адамдармен деген сияқты. Бірақ бұл өз ойыңды күшті жеткізе алу деген сияқты білдіреді екен да. Мысалы менде қатты емес деп ойлаймын. Мысалы мен бір нәрсені айтқанда 100 рет айтып, оны былай түсіндіретін әдетім бар. Енді қазір ең соңғыларын айтқым келеді. Менде 31-те стратегик деген тұр. Ол тез шешім қабылдай алу қасиеті, сондай таланты, иә. Мысалы менде жоқ, бір проблема болса, мысалы менің достарымда бар стратегик деген, осыны істейміз деген кезде мен паника боламын ғой. Неге? Не болып жатыр? Кішкене ойланайық та деп. Менде сондай кішкене ойланып шешім қабылдау деген сияқты. Бірақ шешім қабылдасам мен тез әрекетке көшемін да. Мысалы стратегик топта бірақ активатор аз болса, адамдар шешім қабылдап миында жүре береді, бірақ істемеуі мүмкін деген сияқты. Бірақ екеуі де болса, шешім қабылдап тез жасайды деген сияқты. Әртүрлі комбинациялары болады екен осы Гэллоптың. 32-де инклюдер деген бәрін бірге жинап жүретін адам деп естідім сондай. Мысалы менде ол жоқ реально. 10 адам тұрса, давай бір жерге барып тамақ ішейік, бәріміз кеттік, бәріміз бір қайындыға барып күшті уақыт өткізейік деген сияқты. Сондай бір организация жасап жүретін адамдар. Мен мысалы ондай емеспін. Маған бір өзімнің 2-3 адам болып, тек өзіміз ғана сөйлесіп отырсақ деген сияқты. Регулятор менде 4 қой, потому что өзіміз ғана сөйлесіп отырсақ болды. Либо мен және менің подругам ғана барсақ болды деген сияқты. Менде сондай ішімде бар. Мен адамдарды прям соединять етіп, объединять етіп, солай жүре алмаймын. 33 жаңа айтып кеткендей, обаяние деп аталады. Менде обаяние жоқ. Мен жаңа ортаға барсам, просто бүйтіп отырам. Неге мен қалай оны түсіндім, потому что мен бір қыздармен тұрған болатын, и мен подругам келді. Сол тұрып жатқан қыздарым, и мен подругам солай отырдық та, содан кейін барып маған ана қыз айтады. Мен ойладым, сенде ана қыз мен тек қана квартирада бірге кездесеміз, былай қоғамға былай шықпаймыз да. И айтады маған, Айжан, мен сенде бірінші орында, типа лидирующий позицияда болады деп ойладым, бірақ олай емес екен дейді. Сосын қасымда подругам айтады, ой, сен оның көрген жоқсың ғой, басқа адамдармен қалай сөйлесетін, қандай өзін ұстайтын деген сияқты. Ол вообще үнемейді, вообще такая бүйтіп отырады деген сияқты. Сол кезде ғана байқадым, солай екен ғой, мені басқа адамдар басқаша көреді, мысалы басқа адам басқаша көреді деген сияқты. Және 34 ең соңғы менде контекст деген. Контекст это прошлыйды анализ жасап, сонымен шешім шығаратын адамдар. Мен вообще ондай емеспін, мен мүлдем даже ұмытып қаламын мен. Мысалы, бір апта бұрын мен не істегенімді ұмытып қаламын. Реально мен вспоминать етіп отыруым керекпін, либо бұрынғы, оның минусы да бар шығар, потому что бұрынғы ошибкаларыңнан сен сабақ алмайсың да.
тағы да бір сол ошибканы жасап жүре беруім мүмкін. Бұл видео өте ұзаққа созылып кетті, бірақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Осы тестті тапсырып көріңіздер. Өзіңізді тапқыңыз келсе, осындай бір таланттарыңызды түсінгіңіз келсе, өмірде не үшін сіз белгілі бір әрекеттерді жасап жүрсіз, соны түсініп кету үшін осы тестті тапсыру қажет деп ойлаймын. Ол примерно $50, сонша тұрады құны, или $60 мен уже ұмытып қалдым. Примерно сондай, менен примерно Каспийімнан 35 мың ба сондай шешіп алған болатын. Тапсырмас бұрын ютубқа біріншіден жазып алыңыздар, вот қалай, сол ютубта бар негізі бір жігіттердің үйретеді, осыны таңдайсыз, осы кнопканы басасыз деген сияқты. Соны обязательно көріп алыңыздар. Мен главное түсіндірдім деп ойлаймын, ол қандай тест және қалай өміріңізде оны қолдана аласыз, не үшін тапсыру керек деген сұрақтарға жауап ала алдыңыз деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Бұл видео пайдалы болса, тоже жазып кетіңіздер. Мне будет очень приятно. Енді вообще маған жазып жатыр екен, шала қазақша сөйлейсің, анау деген сияқты. Бірақ енді мен тырысып жатырмын қазақша сөйлеуге 100%, бірақ болмай жатыр. Білмеймін, күнделікті осылай орысша араластырып, бір шала қазақша реально сөйлегеннен шығар деп ойлаймын. Ол үшін кешірім сұраймын. Сіздерге пайдалы болса, жазып кетіңіздер маған, менің ютубыма, менің инстаграмыма жазылып алыңыздар. Мен тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше.